Сіз тұтас бір құрлық Антарктида ешбір елге тиесілі емес екенін білесіз бе? Бұл ең оңтүстікте орналасқан құрлық және шын мәнінде ешкімге тиесілі емес. Бұл аймақтың аумағы өте үлкен, екі Австралиядай және ақш, Қытай немесе Канададан да үлкен. Сонымен қатар оның көлемі жыл мезгілдеріне қарай өзгереді. Қыста мұз көбейгенде Антарктида Ресейден де үлкен болады, ал жазда қайтадан кішірейеді. Мәселе мынада: Антарктида 200 жылдан астам уақыт бұрын ғана ашылған. Сол сәттен бастап көптеген елдердің назарын аудартқан. Франция, Норвегия және Біріккен Корольдік алғашқылардың бірі болып бұл жерге иемденген. Кейіннен Ұлыбритания аумақтың бір бөлігін Австралия және Жаңа Зеландияға берді. Кейінірек Чили мен Аргентина да өз құқықтарын жариялады. Қазір бұл аумақ жердегі ең қолжетімсіз және ең үлкен талап етілмеген аймақ ретінде белгілі, және оны қазір Мэри Бёрд жері деп атайды. Қырғи қабақ соғысының шынында бұл аумақта ядролық сынақтардан сақтану үшін елдер Антарктида шартына қол қойып, барлық аумақтық талаптарды